Өмір. Бұл сөздің астарында қаншама мағына мен мән жатыр. Күрделі ұғымға таңуға болатындай, ой жетпейтін шыңырау тереңдік секілді. Иә, шынында да солай. Бұл 5 күндік жалғанда әр адам өзінше қарекет қылады. Бірі тура жолды таңдайды, екіншісі тұманнан жол іздейді. Қалай десеңіз де, маңдайға жазылған ғұмырды саналы атқармақ ләзім. Адамға тән қасиет болу, адамдықты өлшейтін фактор. Ендеше, тура жолдан таймай, әділдікті жанына серік еткен жандардың бірі ардақты азамат, қадірлі тұлға Орынбасар Мұхамеджанұлы еді. 70-тің 2-сіне жетіп, немере жиен шөберенің қызығына бөленген шақта кенеттен өмір қайырылды. Алайда ұрпақ сүйді, ел алғысына бөленді. Шүкір. Ардақты азамат Орынбасар Мұхамеджанұлының өмір дерегіне тоқталсақ, ол 1950 жылы Гурьев облысы Байшонас кентінде өмірге келген. Әкесі Мұхамеджан шопыр болып жұмыс істеген қарапайым адал азамат еді. Ол отан соғысына қатысқан ардагер. 1990 жылы 68 жасында өмірден озады. Ал анасы Әуес аспаз қызметін атқарған жантұғын. Батыр ана алтын алқа егері. Аяулы жан 2014 жылы 87 жасында о дүниеге аттанды. Міне, осындай ғибратты жанұяда өмір есігін ашқан Орынбасар жастайынан ізденгіштігімен, зеректігімен, қағылез мінезді қабілетімен көзге түсті. Алғаш 1957 жылы жергілікті Белинский атындағы орта мектептің табалдырығын аттағандақ, ұстаздары оның талабын бірден байқады. Ол сыныптастармен тез тіл табысып, айналасына достарын жинады. Мектепті ойдағыдай аяқтаған соң Орынбасар Мұхамеджанұлы 1965 жылы Доссор қалалық нөмірі 10-шы кәсіптік училищеге оқуға түседі. Таңдаған мамандығы жөндеуші еді. Содан Орынбасар Мұхамеджанұлы алғаш еңбек жолын Доссордағы автокөлік жөндеу зауытында жөндеуші болып бастады. Жұмыс істей жүріп 1969 жылы кешкі жастар мектебіне оқуға түсіп, орта білім игергендігін айта кетейік. Алайда 1969-1971 жылдары аралығында әскер қатарында азаматтық борышын өтеуге аттанды. Ішкі әскери бөлімде қызмет етіп сержант шенін иеленді. Төзімділік пен шыдамдылықты, батырлықты бойына жиып, қатардағы саптың алда танды. Әскерден аман-есен еліне оралғаннан соң бұрынғы қызметіне қайта оралып, автокөлік зауытында жөндеуші қызметін жалғастырады. Дегенмен, көп ұзамай қызмет бағдары күрт өзгерді. Енді спорт саласына ауысып, басқа сферада бабымен бағын сынады. 1972 жылы аудандық комсомол комитетінің жолдамасымен Доссордағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде жаттықтырушы, кейіннен аға жаттықтырушы болып еңбек етті. Ал 1974 жылдан бастап 1996 жылға дейін Доссор қалалық нөмірі 10-шы кәсіптік техникалық училищеде дене тәрбиесінің жетекшісі болып жұмыс істеді. Осы орайда қызметте жүріп қосымша жоғары білім меңгерді. 1975-1978 жылдары Қарағанды қаласындағы дене тәрбиесі техникумында оқып, дене тәрбиесінің мұғалімі мамандығын иеленді. Орынбасар Мұхамеджанұлы балаларды боксқа баулыды. Өзі бокстан спорт шеберлігіне үміткер еді. Футболды да жақсы көретін. Сурет салатын, әсіресе трафареттен оюлар салып әртүрлі мүсіндер жасайтын. Орынбасар Мұхамеджанұлы кейіннен мұнай саласында қызметін жалғастырды. 1996-2015 жылдары Қайнар мұнай газ басқармасында еңбек етті.
2015 жылы зейнеткерлікке шықты. Иә, абзал азамат өзіне міндеттелген жұмысты жауапкершілікпен сапалы орындайтын. Оның алдына қойған мақсаты, ұстанымы да ерекше болды. Өмірде өз орнын табу, еліне адал қызмет ету, өмірлік бағдарға алған негізгі бағыт етті. Оның еңбекқорлығы, біліктілігі көптеген жастарға үлгі саналғанын айта кетейік. Үлкенге ізет, кішіге құрмет білдіруі, адамдарға көмек қолын созуға әркез дайын тұруы, оның жан дүниесінің көркемдігін аңғартатын. Ол кішіпейіл, қайырымды, еңбекқор еді. Таңертеңнен кешке дейін маңдай терін төге адал жұмыс жасады. Оны әсте ұмытуға болар ма? Әрине, еңбегі ескерусіз қалған жоқ. Көптеген алғыс хат, грамотамен ұлықталды. Прорва кен орнына 50 жыл, Қазақстан мұнайына 120 жыл мерекелік медальдарын кеудесіне тақты. Ұрпағың өзіңді айтып мақтанады, ұлағат өсиеттің жатталады. Қош әке, нұрлы жүзің адал бейнең мәңгілік жүректерде сақталады. Күндерім қуанышты шақтанады, әкесіз баласына бақ қонама. Топырағың әкежан торқа болсын, жұмақтан орын бергей хақ тағала. Ал қазақ айтады ғой, 60-қа келдің ба? Келдің 60-қа. Келдің 70-ке жет дейді. 80-нен секіріп өт дейді. 90-ға тоқтама дейді. 100-ден жүріп өт дейді. Яғни айтқанда бір ғасыр өмір сүр дегенім ғой енді. Мына бала шағаң қызығын көр, жасқа қосыла берсін. Қайда жүргенде де аман бол, жанұяларың аман болсын. Барлық жақсылық болсын енді. Әлгі мен бір ағам айтатын, сіз бізде өмір сүрейік деп, сіз бізде өмір сүрейік, жетпейтін нәрсе жоқ, бәрі жетеді. Әкеміз айтатын, ниеттерің түзу болсын деп. Ниетіміз түзу болсын бір-бірімізге деген. Сәлеміміз түзу болсын. Ал енді шешеміз айтатын, жақтарын түспей жамандық көрмеңдер деп. Яғни айтқанда ана өмірге кеткенше жамандық көрмейік. Барлық жақсылық, қуаныш болсын. Орынбасар әкенің жақсылықтары туралы әңгіме айта бергін келеді. Оның көркем қасиеттері бір адамға жетерлік еді. Жақсы адам магнит секілді емес пе? Оның достары да көп тұғын. Сыйластығы, адалдығы бөлек тақырып. Өмір жолына зер салсақ, Орынбасар Мұхамеджанұлы жан-жарымен 1973 жылы отау құрып, бақытты ғұмыр кешкенін аңғарамыз. Олар айналасындағыларға үлгілі отбасы, ғибратты шаңырақ ретінде танылды. Бүгінде олардан бірнеше перзент тараған. Асқар Тәуәке балаларын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсірді. Балаларым аман болсыншы, бақытты болсыншы деп күн кешті. Барлығын жоғары оқу орындарында оқытып, қалаған мамандықтарының иесі атандырды. Қазіргі таңда ұрпақтары ел қатарлы тұрмыс тіршілігін жалғаған, әр салада жемісті жұмыс істеуде. Ұлдары ұяға, қыздары қияға қонған.
Олардан өрбіген немере жиен шөберелері бар. Шүкір, әулет бір рулы елге айналыпты. Тағдырдың ісіне әркім көнеді екен, емендей мықты болу керек екен. Орны бар оңалады дегенменен, асыл әкем орныңыз бөлек екен. Бір жыл өтті әкешім сіз кеткелі. Жер ана бесігінде тербеткелі. Ағайын достар келіп жұбатқанмен, көңілден мұң, жүректен шер кетпеді. Тамырын тереңге жайған бәйтеректей берекелі, мерекелі отбасының сәні мен салтанатына айналған қадірлі ата, ардақты әке, асыл жар, қимас бауыр Орынбасар Мұхамеджанұлы енді арамызда жоқ дегенге сенгім келмейді. 2022 жылдың 3 маусымында беймезгіл өмірден өтті. Жүректі өртер өкініш солы. Бүгінде оның жер қойнына аттанғанына 1 жылдың жүзі болған. Енді аяулы әкенің бейнесін тек санамызда ғана оятамыз. Асыл тұлғасын, тура мінезін, қарапайымдығы мен қайырымдылығын сағынамыз, аңсаймыз. Жансыз портреті ғана көзімізге алданыш дүние. Сіздің игі істеріңізді кейінгі буын, ағайын туыс, дос жаран, жұмыстастарыңыз, ұл-қыздарыңыз ешқашан ұмытпайды. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын. Қош бол, арда азамат.